Дәл қазіргі уақытта таңертең ертемен тұрып жұмыстарының барлығын жасап алмасаң өте қатты ыстық болып жатыр ғой. Бүгін сағат 6:30-да тұрып бала-шағама құймақ жасап жатырмын. Шынымды айта салайын, менің құймағым өте қатты жұқа, керемет болып шықпайды, неге екенін білмеймін. Барлық нәрсені істей аламын да, бірақ тура осы құймаққа келген кезде қолым вообще бармайды бар ғой, соның өзінде бірдеңе қылып жасаймын ғой. Осындай болып шығады. Сол уақытта бала-шағам оянып, шай тамағын беріп, тапчаның үстінің барлығын реттеп жинап шықтым. Бізде 40-45 градус деген ойнамай қалды ғой. Күннің ыстығы 50-ге барған сияқты. Таңғы 6 тұрғанның өзінде күн қайнап тұр ғой. Тез жасап алайық деп тезірек жұмысымның бәрін бітіріп, сонымен кірімді жайып алдым. Соның өзінде тынбайсың ғой. Бір ретте біз бассейнге барған едік қой, естеріңізде ме? Сол жерге тағы да барғым келіп жүр. Енді айта алмаймын, керемет жер ғой. Кірдің барлығын жинап алғаннан кейін өзім осындай шие теріп алдым. Осындай пакеттер алған болатынмын. Ішінде 14 тұрады екен. Барлық шиелерін осылай салып қойдым. Енді бізде қысқа дайындық. Бала-шағама свежий компот қайнатып беремін деп бәрін сақтап жатырмын. Өз басым мүлдем компот ішпеймін, неге екенін білмеймін бар ғой.